Самұрық олимпиадасын тапсыру үшін Академ.kz сайтына кіреміз. Тіркелу батырмасын басып, тіркелеміз. Яғни анкетаны толтырамыз. Аты, есімді жазамыз. Тегі, фамилия жазылады. Әкесінің аты, отчество жазылады. Ролі деген яшқа, оқушы деген сөзді таңдаймыз. Облыс немесе қаламызды және жазамыз. Ауданды жазамыз бұл аудан яшығына. Мектепті енгіземіз. Мектептің атауы, басқа да данылар дұрыс толтырылу қажет, себебі бұл мәліметтер баланың дипломында жазылады, мұқият болу керек. Сыныбы деген жерге сыныпты таңдап енгіземіз. Телефон номерлерді енгіздік. Электронный почтаны енгіземіз. Жазамыз. Құпия сөз, яғни парольді енгіземіз. Паролімізді қайталаймыз. Тіркелу батырмасын басамыз. Самұрық олимпиадасына қатысу үшін алдын ала Каспий Голдқа төлем жасап қойған мектептер, оқушылар олимпиаданы тапсыру үшін Академ.kz сайтына кіріп, олимпиада батырмасын басады. Одан соң өзіне қажетті өзінің сыныбын таңдап, тапсырыс беру батырмасын басу керек. Тапсырыс беру батырмасын және басады. Содан соң әр баланың ID код номері шығады. Міне осы тапсырыс беру кезіндегі ID кодты бізге кері жіберу керек. ID кодтарыңызды жіберсеңіздер, біз сіздерді қабылдаймыз. Ары қарай тапсыру батырмасын басып, тест тапсырмаларын орындай береді.